Assalamualaikum желі қолданушылары. Біздер 2-3 күннен бері полифосфат жапсырумен айналысып жатырмыз. Осы полифосфаттарды жалпы жапсырудағы жүйесіне түсірейікші. Полифосфат бізде 25 сантиметрлік кесілген. Жалпы үлкендері болса да дәл осы системамен, жүйемен балшықтары, пеналары жағылып жатыр. Екі шетіне кафельный ортасында пена. Және байқаусыздар ма, мына жерде бір 4-5 миллиметрдей зазор бар. Егер біз мынандай қылып балшық жақпайтын болсақ, сол 4-5 миллиметр жер ашық қалады бізде. Мынада да бар, анада да бар. Яғни бізде уже 1 сантыға жақын зазор қалыптайын деп тұр. Сондықтан да осындай қылып балшық жағып жібересіздер. Және де балшық жаққан кезде осы полифосфаттың бетон тұстарын осындай қырып алып тастаңыздар. Бұл жеріне балшық жағдай барынша тимеу керек. Полифосфатымызды алып келіп орнатқан кезде төмен қарай басамыз ғой. Басқан кезде осы сығылып барып, осы жердің зазорларын жауып кетуі керек. Мыналар сияқты. Оларда да сөйтіп ашық болған. Полифосфатты орнату барысында уже сығып осы балшық зазорларды жапқан. Дәл осы жүйемен жасаңыздар. Аллах береке берсін. Бізбен бірге болыңыздар. Және пікір жазып, осы видеоны полифосфат жасайын деп жүрген досыңызға жіберіп қойыңыздар.